Жақсы. Ден салған жақсы. Ей, ауызды байқай балай. Неғып шақырттыңыз? Ей, неғып шақыртқанда мына дәубас былтыр менің бұқамды алған. Содан бермей, мына өзіне еншілеп алды. Бұл адам кешілге жата ма, жатпай ма? Осы мына басыма бір ғой, қаным шықты мына дәубасың адам емес екен. Сопақ не деп жатсың? Мына келген екен өзі. Кеп тарық мына кім? Мен бұқамды сен бермедің ғой. Бұқа? Көк бұқамды бермедің ғой сен. Бұқаны аламайыз бұқа. Бұқаға біздің силмен тойысы болды. Тойысы келді. Бұқан келді біздің силмен тойысы. Баласы туып алды ғой. Той жасаса бер оны, сиыр бермен, бірақ бер маған сиыр. Сенде адамгершілік бар ма? Ол семья болып кетті, семья. Біздің келді қораға келді тағып, қораның семья қылып кетті. Баласы бар, шағасы бар әлі жерде. 3 айлық. 3 айлық. Бұзау не деп ойлайды? Бұзау қаламаз еті мен сиырма жауапкершілік беру керек. Ол енді қалай ол? Жаз жайлау болады, шығады, жайылады. Бұзау не деп ойлайды? Бұзау мектепке барғанда ертең әкесі жоқ екен десе не болады? Не оқтап тұрсың айна, сиыр мектепке барам екен? Мектеп емес, жайылғанда деп тұрмыз. Жайылғанда? Шөп жеген кезінде қыстақта сиырдың бәрі көреді ғой, көз бар ғой. Соны айтады ғой, бұзаулардың әкесі қайда десін, не дейсің? Ол жағы да бар. Махаббат деген білесің ғой, тұрмыс, отбасы. Шақырды ме сен бұқан бермеген? Оны да ойла, сенімен ойла. Әке-шешесі қайда бұқаның? Әке-шешесі қайда әке-шешесі? Әкесі бар ма? Бар. Онан да сен әке-шешесін шақырып келіп, мына отбасын жөндеп құрып қой. Сонда сенің сол ата ақылдасып көріп, тағы бұқа болса келіп, бізге қораға. Құда болып қайсаң болды ғой, жүр үйге шай ішіп. Сапам, сапағым. Ол ұят берейін дейсен, бұқамды берем. Жүр, ондай қымдан болды, қателесіп қапты ренжімеңіздер. Кіремі, ұят емес.